Selam dostlar. Biz bugün Binye'ye bara жатырмыз. Rıslам ve Kozay'ın akesi Adina. Avtobusga minemiz. Biz özümüzün avtobusumuzu kutib o'tirmiz. Binye'ga nechim bara жатырмыз? Nechim bara жатырмыз? To'yga. To'yga baradi. Kimning to'yi? Tatening to'yi. Bizde Rıslам мен Adina'nın tatesi үйленейін деп жатыр. Сол тойға бара жатырық. Бұйырса автобус күтіп отырмыз. Біз міндік автобусқа. Bismillah деп шықтық. Қаладан шығып бара жатырмыз. Бізге жол болсын. Ал біз жолға шықтық. Осындай үлкен автобус. Осылай кетіп бара жатырмыз. Біз Зармыш деген жерге келдік. Мұнда осындай чайхана бар екен. Соның ішінен бірдеңелер жеп алдық. 4 сағат тұрады екен. Қалай келетсің, Нұрислам? Что-то мне керек bizga. Қазір қайтадан жолға шығамыз, бұйырса. Осыдан кейін біз Бейнеуге түнде жеттік. Жеткен кезімізді видеоға түсіре алмадық, себебі телефондарымыздың заряды өшіп қалған. Түнде где-то 10-дарда келдік үйге. Келіп, шай тамағын ішіп, демалып, уже ертесіне келін күтуге дайындықты бастап кеттік. Таң ертеңгісімен ерте тұрып, мұнда бізде келіннің бөлмесіне шариктер іліп, оформление жасап, қызу дайындық кетіп жатыр. Осындай шарлармен, ленталармен, осындай дастархан жасап жатырмыз бір жағынан. Шарлар іліп, дайындалып, осындай түрлі түсті шарды да бір шетке қойып жатырмыз. Сол мұнда біздің ауылдың әдемі қыздары, сылқым бикештері оформление жасап жатырған сол кісілер. Мұнда бізде қызу дайындық. Мына жақта үлкен енелеріміз келінді күтіп отыр. Тілек айтып жатыр мұнда. Дайындық прям күшті кетіп жатыр енді. Мына жақта біз өзімізге шай дастархан жайып жатырмыз. Үлкендерге, енелеріміз, аталарымыз. Ал ана бөлмеде жастарға, келіннің бөлмесіне жастарға дастархан жайып қойдық. Мұнда уже үлкендер, әулеттің үлкендеріне шай жасап жатқан кезіміз. Мұнда абыр-сабыр көзайым жүр, аяқтың астында білмеймін, шарлармен ойнап. Абыр-сабыр қызу дайындық кетіп жатыр. Мына жақта бізде кухняда анда мама тұр, анда жеңеше тұр. Дастархан жайып жатыр. Анда апа бар. Күшті болып дайындалып жатырмыз келінге. Абыр-сабыр болып. Заттарын салып.
Қазір где-то 1 сағат, 1,5 сағаттан келеді келін бұйырса. Далада қазан асылып жатыр. Ер адамдар бізде далада қазан ошақтың басында жүреді. Мында келін келіп жатыр. Міне осылай музыкамен, салютпен күшті қылып келінімізді орамалын салып күтіп алдық. Осылайша оң аяғымен үйге кіргізіп жатырмыз. Бұйырса алда үлкен тойда тағы да видеолар түсіріп каналға салатын боламыз. Каналға подписаться жасап қойыңыздар. Лайк басыңыздар. Мұнда балдар абыр-сабыр бәрі мәз болып жүр келіннің артынан. Бұйырса алда үлкен тойды бірге тамашалайық. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар.